Сіздерге бір аудионы тыңдатайын. Бұл аудио қазір бала ұрлығы туралы аудио. Ерінбей тыңдаңыздар. Біздердің замандайдың соңы өз құстарымызда деп ойлады. Сол сіздерге айтып кеткісі қой. Құстарымыздағы маған дертін деген кісінің екірдей баласын дейшін жапен дейді ғой. Тоғымдан жылға ақылы. Ішкерге осы жоғары еңбек ақылы. Желі өтіп күні соға пішкері алдағы апайға соға ойын бұл кісінің баласын. Таиланд деген бір мемлекеттен апарып сатып жіберіп баласын. Соған бұл кістер баласын жаңағы районның командиріне барып мемлекет екен. Бұл мемлекет аттап шағантап кеткен кейін жаңағы біздің мемлекетіміздің сақшылары туғанымызған екен. Сонымен ол кістерге айтқан жаңағы мысалға біз сатып алғанбыз. Өздеріңіз айтқан. Бұл кістерге бір адамға 3 миллион ақша берсең адамдарыңыз жақ береміз деп айтты дейді. Сонда бұл жаңағы еркіндеген кісінің екі бірдей баласы адам сол жаққа сатып кетті. Содан кейін бұл кістерге жаңағы 300 миллион екі адам 600 миллион ақша екен деді. Осындай жағдай айтты. Мынау тұрғын дей ма ауыл екен. Сол жердегі жаңағы қазақтың екі баласын Таиландта сатып жіберді. Адам алаяқтар. Жаңағы ана жұмыс береміз, мына жұмыс береміз деп ішкі Қытайға алдап апарған. Ішкі Қытайдан жаңағы уколдан бірді салғанда талдырса керек, Таиландтан бірақ шығыпты. Бұл мына WeChat-тың тобында отыр екен. WeChat тобының аты Дүргін халқы дейді. Сонда бұл Дүргін деген жер ма, тұрғын деген жер ма, Дүркін деген жер ма, сондай ол қай ауыл екендігі белгісіз, бірақ бізге осы WeChat-тегі осы аудионың скрин видеосы менен бізге келді. Яғни Қытайдағы қазақтарды Таиландқа жеткізіп, Таиландта жаңа сойғалы жатқандығы туралы ақпарат болды. Қазір Қазақстанда адам жоғалып жатыр, бала жоғалып жатыр. Аудиолар деген қатты қаптап жатыр. Міне ол Қытайдың қазағын сойды алдымен. Қазақтың бауыр бүйрегі жақсы. Ер баласы 12-13 жасында кәдімгі елдің 20-дағы жігітіндей болады, күш қуаты жағынан. Жақсы. Міне сұмдықтың көкесі болып жатыр. Қытайда баяғыда ер азаматтардың аталық ұрығын, әйелдердің аналық ұрығын алып беріп сақтайтын, спермасын сақтайтын. Ол баяғыда менің бір лекциям бар, қазақ спермасы Қытайға неге керек деген. Соны YouTube-тен жазып тыңдасаңыздар шығады. Ол постты жазған менмін. Қазақ спермасы Қытайға неге керек деген.